Видеоны тамашаламастан бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Сәлем менің сүйікті достарым. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен картоппен вареники жасайтын боламыз. Ол үшін біз оның қамырын илеп аламыз. Ол үшін біз суға тоз қосамыз және араластырып аламыз. Енді оның үстіне бір жұмыртқа жарып аламыз да суды ақырындап құя отырып қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз оны 30 минутқа қойып қоямыз. Иығанғанға шейін қойып қою керек. Енді біз оның салмасын жасаймыз. Салмасына мен картоптан пюре алдым. Мен оны суға пісіріп, езіп алдым. Енді біз оның үстіне майдалап қуырылған пиязды саламыз да дәміне қарай тұзын сеуіп жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Енді біз қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып, дөңгелектеп кесіп аламыз. Мінекей достар, біз осылай қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып, осындай дөңгелекше қылып кесіп алдық. Диаметрі 8 см. Енді біз оның ортасына салмасын салып, вареникилерімізді түйетін боламыз. Енді түйеміз. Үстіп жаздыға судай саламыз да. Үстіп әдемілеп түйеміз. Осылайша бәрін жасап аламыз. Мінекей достар, бәрін осылай түйіп, мантаваркаға үстіп тізіп қойып алдым. Мен мантаварканы алдын ала майлап алдым. Енді біз бұны буда 15 минут пісіретін боламыз. Сонымен достар, біздің вареникиіміз дайын болды. Дәмі өте күшті шыққан. Оны майонезбен, қаймақпен, кез келген соуспен жей беруге болады. Тіпті тоймай қаласыздар. Ендеше сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Достар, менің арнамда неше түрлі торттардың, пирогтардың, шайлардың рецепттері бар. Кіріп қарап көріңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар. Егер де сіздерге видео ұнаса, астына міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Сіздердің әр пікірлеріңіз мені шабыттандырады. Және де сіздерге міндетті түрде жауап қайтаруға тырысамын.